арнасы насылдың тиктоктан байқап жатқан шығарсыздар. Жайдарман 25 жылдары болыпты. Менен өзім жастық шағым есіме түсіп кетті. Ол кезде Шымкент қаласында тұратын. Ол кезде жастар театры болатын. Жастар орталығы кейін Нұр Отанға ауысып кетті. Өмірімде бірінші рет барған ғой енді КВН дегенде. Мамам марқұм бар тағы. Студентпіз ғой, 17-18 жасар. Жұбан Шекшенұлы жюриде шаш бира көз тимесін, Техас командалары білем көп есімде жоқса екеуі ғана есімде. Ғажап тұғын мен үшін кәдімгі ана жерде былай телеарнадан болмаса былай экраннан көргенде енді бүйтіп көрінеді да, ал шын сол КВНнің ішінде отқанда ана энергетика, ана сұмдық ғажап, ау деп жаңа жанкүйер болып музыка, билейсің, ішіндегін айтып жатқан сияқты. 25 жыл құтты болсын. Бұл тек Есен Елеукен ғана жемісі деп ойламаймын. Бұл бүкіл жайдарман, бүкіл ұжымының авторлар, бүкіл анау бүйтіп нені тасып жүрген жігіттер, айтып отырмын, бүкіл ұжымға үлкен алғыс білдіремін. Енді үлкен еңбек, қанша жұмыс, енді сұмдық, енді керемет жоба. Өте қуаныштымын. Не үшін қазір қуанып үйтіп шығып ролик түсіріп отырмын? Алғысым шексіз. Біріншіден, өйткені соңғы кезде елдің ішінде болып жатқан әлеуметтік жерлерде көріп жатсыздар, ақпараттық соғыс жүріп жатыр. Кремль өз деген жасап жатыр. Оны біздің билік бүйтіп жауып жатыр, әйтеуір сұмдық ақпараттық соғыс болып жатыр. Бірақ жүректі жұбатарлық, көңілге тыныштық ұялататын бұл әрине біздің қазағымыздың өшпес, қайтпас біздің сондай намыс жігеріміз, біздің тәрбиелігіміз, біздің көрегендігіміз, оны тағы жастар алып келе жатыр. Мейлі қандай заман болсын, мейлі қандай ақпараттық соғыс, биологиялық соғыс, химиялық соғыс, қандай қиыншылық болмасын, біз қазақ мың өліп мың тірілген, ешқашан өлмейміз, рухымыз өлмейді, өшпейді. Соған алғыс білдіремін. Шын мәнінде. Қанша біздің қазағымыздың тілін, дәстүріміз, салтымызды, дінімізді таптасын, бізді қанша таптап келсе де, біз бәрі сынбаймыз, біз бәрі өшпейміз, біз бәрі өлмейміз. Біз мәңгі жасаймыз.